Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дамды беляшидің рецептісімен бөлісемін, құпиясымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге керек болады ұн, тұз, жылы сүт, жылы су, дрожь, қант. Енді ұнымыздың ортасын ашып алып, жылы сүтті, суды, дрожьды, қантты салып араластырамыз. Қанты ерігенше араластырып, енді бізге 100 граммдай сұйық май керек болады. Разрыхлительді салып, сұйық майымыздың жартысын құйып аламыз. Жартысын қамыр илеп біткенде майлап қоятын боламыз, араластырып. Енді қасықтың көмегінсіз қолымызбен қамыр илейміз. Дәл осылай орташа қамыр болады бізде. Енді қалған сұйық майымызды құйып, тағы да басын біріктіріп қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақта, қатты да болмауы керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді үстінен пакет жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге орамал жауып қалдырамыз. Енді салмасына кірісеміз. Менде тартылған ет, пиязды жұқалап тураймыз, кубиктап турап аламыз барлық пияздарымызды. Пиязымызды турап алдық. Енді керекті дәмдеуіштерімізді саламыз. Тұз, қара бұрыш, мен қызыл бұрыш салдым. Кез келген парышқа аз мөлшерде су құйып аламыз, араластырып. Сочны болады. Сол кезде фарштарымыз бір-біріне жабысып піспейтін болады. Енді қамырымыз ашыды. Менде 1,5 сағаттай уақыт өтті. Қамырымызды осылай дөңгелекшелерге бөліп, кішкене зоғала жасап, беляшидің көлемін беретіндей дөңгелекшелер жасаймыз. Пакетпен жауып, тұндырып қоямыз. 5-10 минут кішкене көтеріледі қамырымыз. Сол кезде беляшиімізді жасап бастаймыз. Жұқалап жайып, дәл осылай жасаймыз қамырымызды. Енді салмасын саламыз. 1 қасық, менде 1 ас қасықтан салдым. Осылай үсті-үстіне гафри сияқты түйіп аламыз. Ортасына тесікше қалдыруға болады, қалдырмауға да болады. Енді өз қалауыңыз, бірақ оригинал рецептісі беляшидің дәл осылай ортасында ойық қалу керек. Тағы да бір рет сіздерге көрсетейін. Дәл осылай бастайсыздар басын. Гафри сияқты осылай жиырып алып келесіздер ортасына қарай. Мен көрсеткіш саусағымды ішіне кіргізіп тұрып түйіп жатырмын. Сол кезде дөңгеленіп, ойығы ортасына түсетін болады. Енді дайын болған беляшиімізді үстін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Енді қызып тұрған майға көп мөлшердегі бауырсақ сияқты пісіріп аламыз. Өте қатты болмасын отыңыздың асты. Жай оттан сәл жоғары болса болады. Өте қатты жоғары отта пісірсеңіздер күйіп кетуі мүмкін. Сырты күйіп кетеді де, ішіндегі паршы піспей қалады. Салмасы дұрыс пісу үшін осылай қасықпен ішіне құямыз. Мен узор түскен үстіңгі жағын бірінші пісіріп алдым, өйткені узоры бүлініп кетпеу үшін. Если астын пісіретін болсаңыз, ол кезде бірінші үсті ісіп кетеді де, узоры білінбей қалуы мүмкін. Қорқпаңыздар, салмасы ішіндегі піседі. Мен узоры білініп шығу үшін дәл осылай пісіремін. Қамырын жұқалап жасасаң да, дәл осылай томпиып, сап-сары, әп-әдемі болып пісетін беляшидің видео рецепті ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Эльмира. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.